Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге екі дәулет. Бүгінгі видеода жалпы үй жағдайына байланысты жаттығулар жасайтын боламыз. Және қазіргі таңда карантинге және коронавирусқа байланысты біз жаттығу тоқтатпаймыз. Үй жағдайында осы карантинде осы ертең өткенде Құдай қаласа осы жұмысқа универге барған кезде бәрі дене қалай шығатын, дене қалай өзгерді айтатындай. Сол үшін осы карантинде жақсы пайдаланып қаламыз, тренировканы тастамаймыз. Сонымен қазір бүгінгі видео болатын отжимания және қазақшасы ол кеудені көтеру. И сосын осы отжиманияны осы кішкене қарапайым түрден үлкен дамыған түріне үшін бірге жеткізетін боламыз. Қазіргі отжимания өзіміз барынша келгенше, қолымыз келгенше неғылмай қарапайым істейміз. 30 рет 40 рет істеп үйренеміз. Сосын барып қате емес екенін жалпы неғылатын боламыз кейін. Жалпы сонымен кеттік. Интеллектуалов, грязные животные, выходные пахнет, будь них не потные, орем громче всех, если девочки симпотные. Школы не хотели тебя видеть, не ебать, что тебе надо сидеть с двумя братьями и шлепки. Единственная обувь по размеру и цела. Почему нет денег, это взрослые дела. Заебись, что ты не один такой и не так стрёмно. Соседи наблюдают за тобой через стекла. Папа говорит, не оставляй здесь ничего без присмотра. Папа не хотел, но научил тебя быть взрослым. Говорят, даже палкой стреляют раз в год. Мы без интеллектуалов, грязные животные, выходные пахнет. Сонымен достар, бүгінгі видеода біз 30 рет, 25 рет жалпы отжимания жасадық. Сонымен қатар ертең болашақта басқа түрлерді көрсететін боламыз. Ең бірінші осы отжимания жасап үйренейік. Қате болсын, қате болмасын бірінші үйренейік, талпынып. Содан кейін басқа түрлердің бірге дамып неғылатын боламыз. Болашақта басқа да спорт түрлеріне видеолар болады. Біз бірінші видеода жазып кетсеңіздер,